Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге шоколадты рулет жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Таза құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны шағып аламыз. Бисквит жасап жатқанда қолданылып жатқан бүкіл ыдыстар мен миксердің насадкасы міндетті түрде сусыз құрғақ болуы керек. 3 жұмыртқаға қасықтың ұшында аздаған тұз салып, 1-2 минут шамасында миксермен араластырамыз. Содан соң 90 грамм қант салып, араластыруды жалғастырамыз. Қант жұмыртқада толығымен еріп, жұмыртқа осылай әппақ болып көпіру керек. Бисквиттің қамырын жасап жатқанда, жұмыртқа бөлме температурасында болса, сонда құрамындағы қант жұмыртқада жақсы еритін болады. Жұмыртқаны көпіртіп болған соң, 80 грамм ұнды елекке саламыз. Оның үстіне кішкентай шай қасықтың 1/3 бөлігіндегі қопсытқышты және 15 грамм какаоны салып араластырамыз. Бисквиттің ұнын салып жатқанда, духовканы 180 градус температураға қосып қойыңыздар. Құрғақ ингредиенттердің барлығын осылайша 2 бөлікке бөліп, електен өткізіп, біркелкі етіп, бисквиттің қамырын араластырамыз. Ұнның барлығын бірден көп салмаңыздар. Осылай 2 бөлікке бөліп салсаңыздар, бисквиттің қамыры біркелкі болып, жақсы көтерілетін болады. Бисквиттің қамырын видеода көрсетілгендей етіп араластырамыз. Қамырды аздап араластырып болған соң, құрғақ массамыздың келесі жартысын салып, ұнның түйіршіктері қалмағанша барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырдың барлығын біркелкі етіп араластырып болған соң, 1 ас қасық өсімдік майына 1 ас қасық ыстық қайнаған су қосып, қамырға бірден құйып араластырамыз. Бисквиттің қамыры дайын. Үлкендеу листке пергамент қағазын төсеп, дайын болған қамырымызды жұқа етіп салып шығамыз. Қамырды листке салып болған соң, бірден қызып тұрған духовкаға саламыз. Менде 180 градус температурада шамамен 10 минуттың ішінде бисквитім пісті. Бисквитті пісіріп болған соң, бөлме температурасында толығымен суытамыз. Сол уақыт аралығында кремді жасаймыз. 200 грамм творожный сырға 80 грамм сахарная пудра салып, миксермен араластырамыз. Сахарная пудра еріген соң, 33% 150 грамм сливки құйып араластыруды жалғастырамыз. Сливкиді 2 бөліп құйыңыздар, сонда крем біркелкі болып араласады. Біздің креміміз де дайын. Табаға 3 ас қасық қант және 150 мл су құямыз. Плитаға қойып, қайнағанша араластырамыз. Құрамындағы қанттың барлығы еріп, қайнап шыққан соң, сиропты плитадан алып, бөлме температурасында суытамыз. Ал енді рулетті құрастыру ғана қалды. Үстелдің бетіне пищевая пленка төсеп, дайын болған бисквитті аударып саламыз. Бисквиттің сыртындағы пергамент қағазын ажыратып аламыз. Содан соң, жаңағы дайындап қойған сиропты бисквиттің бетіне жағып шығамыз. Сиропты негізінен бисквит құрғақ болып қалмасы үшін қолданады. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Сироптың барлығын жағып болған соң, дайындап қойған кремімізді біркелкі етіп салып шығамыз. Бисквитті рулеттің пішінін келтіріп ораймыз. Бисквитті дөңгелетіп орап болған соң, пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа шамамен 1-2 сағатқа салып қоямыз. Бір түнге қалдырсаңыздар да болады, сонда арасындағы кремі жақсы сіңеді. 2 сағат уақыт өткен соң, 100 грамм шоколадты микротолқынды пеште ертіп аламыз. Үстіне шамамен 1-2 ас қасық аздап ұсақталған жер жаңғақ салып араластырамыз. Бізде осындай жер жаңғақты ганаш дайын болды.
Рулеттің сыртындағы пищевая пленкасын шешіп, екі жағын кесіп алып тастаймыз. Канашпен рулеттің сыртын қаптап шығамыз. Канашты жағып болған соң мұздатқышқа 5 минутқа саламыз. 5 минуттың ішінде сыртындағы шоколад қататын болады. Біздің бүгінгі ауызда еритін шоколадты рулетіміз де дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.